бетпердесін жауып, бетпердеде отырғанда жаңа орамал тағып, намаз оқып, дұрыс жолда жүрген кейбір әйел азаматтарды көктен алып жерге ұрамыз. Оларға қол шошайтамыз. Міне ұлтқа қауіп, мемлекетке қауіп деп жатамыз. Ал арақ ішіп, нашақорлықта жүрген, әртүрлі ерсі қылықтар жасап жүрген, қыздар, келіншектер, ер азаматтар бар. Бірақ олар қауіпті деп айтпаймыз оларды. Олар кәдімгі қабылданған. Сондықтан да бұл жерде қауіп бұл тек қана дін жағымен ғана байланысты емес. Ол жалпы сыртта жат біздің құндылықтарымызға негізделмеген, сай келмейтін идеология. Сондықтан да бұндай қандай да болсын сыртқы жат идеологияға қарсы тұратын иммунитетті қалыптастыруымыз керек. Ол иммунитет, жаңа өзіңіз айтып отырғандай, ұлттық құндылықтарымыз, салт дәстүріміз, тиісті деңгейдегі өзіміздің ұлттық кодымызға негізделген білім. Оларсыз мүмкін емес. Мүмкін емес. Қылмыстық құқықтық шеңберде күресу, немесе соның аясында бір нәтижеге жету, ол мүмкін емес. Бұл менің пікірім емес, бұл ғылыми факт, әлемдік тәжірибе.